Аса қадірлі Қасым-Жомарт Кемелұлы, мен Өтеген Жексенбайұлы Әбдіраман деген алматылық кісімін. Негізгі мамандығым Казгудың тарих факультетін сонау 70-ші жылдар бітірген кәсіпкер тарихшы этнографпын. Қазақстан журналистер одағының мүшесімін. Мінекей мына жердегідей 30-дан астам кітаптың авторымын. Өмірімнің бір 30-40 жылы қазақ елінің екі перзентінің, Мұхтар Әлиевтің, академик, халық қаһарманы, әлем азаматы, сол кісінің басшылығымен, сол кісінің қаржыландыруымен мінекей бірнеше кітапты жарыққа шығардық. Тарихи кітаптар. Медицинаның өзі бар, оның тарихы бар. Қазақтың халық медицинасының ғылыми көкжиектері дейді. Қазақстан медицина тарихына қатысты маңызды деректер дейді. Бұның соң жақында сіздің мынау өсімдіктер жөнінде, сол өсімдіктерді зерттеу жөнінде бір тапсырмаңыз болды. Соған қатынасты дермене біздің еліміздің тұңғыш өнеркәсібіне айналған, Шымкенттің химфарм заводына айналғандығы, соны қолға алу керектігі, сол жөнінде үлкен ғалымдарымыздың қандай еңбектері бар, соны өз алдына жеке кітап еттім. Одан кейінгі бір атқарған негізгі міндетімнің бірі, мінекей мынау ұлт мақтанышы гордость нации Сағадат Нұрмағамбетов деп аталады. Сол кісінің көзінің тірісінде ұлт мақтанышы Сағадат Нұрмағамбетов деген фото альбомды жарық көрді. Сонда бұл кісінің осы кітапқа деген қуанышын айтып жеткізу оңай емес. Бір топ кісілердің көзінше мен деді Орта Азия әскери округінің қолбасшысының орынбасары болдым. 16 жыл сол орында қызмет жасадым. Осы Орта Азия мемлекеттерінің полковниктерін, басқаларын генерал еттім. Солардың біреуі де маған осындай кітап жасамап еді. Өтегенге көп рахмет деп ризашылығын білдірді. Одан кейін мен өзім ол кісінің қасында бәлен жыл жүрген адам ретінде ұлт мақтанышы гордость нации Сағадат Нұрмағамбетов деген 900 бетке жоқ мынандай кітап жарыққа шығардым. Мынау қай жазушы болмасын, негізгі бір арманы болады. Ол арманы осындай шыққан кітап. Шіркін президенттің алдына барса, президент оқып қараса, мендей бір жазушы бар екен ғой дегенін білсе ғой деген арманы болады. Мен мынау кітапты жарыққа шыққан бойда, бұны Сағадат Нұрмағамбетов өзі көрген жоқ. Осы кітапты мен 2023 жыл жарыққа шығардым. Сөйттімдағыны 24 жыл жақындап қалған жыл болатын, 24 жыл бұл кісінің 100 жасқа толатын кезі еді. Осыны енді сізге тікелей апарғанмен бұл айналып қорғаныс министрлігіне бірақ кетіп қалар деп, сол Каринге, Ерлан Карин мырзаға жолдадым. Ол кісі өзі де тарихшы. Осы кітапты сізге жеткізген болу керек. 24 жылы мен сізге айтайын, осы кітапты бар, жалпы ол кісінің 100 жылдығын бүкіл ел біледі ғой, кең түрде аталып өтті. Үлкен көшелер қалада аталды. Ескерткіштер орнады. Мынау кітап 1000 дана болып, біздің қорғаныс министрлігіне бір 100-не жоқ өзінің атындағы институтқа берілді мынау. Ал енді менің бұл жолға сізге тікелей шығып отырған жағдай, бұл екі мәселе емес. 2025 жылы сіз
Бурабайда өткен ұлттық құрылтайда біздің көрнекті тарихи тұлғаларымыз ұлықтауға әбден лайық. Сөз жоқ, олардың есімін ел жадында сақтау перзенттік парызымыз, әрі жалпы ұлттық болмысымызға тән қасиеттеріңіз. Мен осы мәселені сізге дейін де, сіздің кезіңізде де осын көтеріп жүрген азаматпын. Тарихшы ретінде мен не істеуім керек өзі? Осындай тарихи тұлғаларды 25 мекеме, көше, сонымен қатар емдеу орындары, шипажайларға қойғызған адаммын. Одан кейін сіз жаңа тұрпатты Қазақстан атты мақалаңызда шешім қабылдау үдерісіне, осы ономастика жөнінде азаматтардың белсене қатысуына жол ашық дедіңіз. Мен 2024 жылы 26 октябрьде, 2 жылға толық жеткен жоқ, ютубта Ақмола облысы және Қосшы қаласы деген атаулардан қашан құтыламыз деген 38 минут пікірімді білдірдім. Лекция оқыдым десем болады. Сол пікірімді мына бүгінгі таңда 5817 кісі қарапты, 2200 кісі лайк қойған, нравится дейді, керемет дейді, ұсынысты қолдаймыз дейді. Оны қалай еткенде де президентке жеткізіңіз деген өтініш білдірген. Осы ретте мен сізге талай рет хатта жаздым, бірақ осы мәселе күні бүгінге дейін шешілмей отыр. 2020 жылы сіздің тұсыңызда 16 августта үкіметтің ұстанымы деген шықты. Оны апарып денсаулық сақтау мәдениет министрлігіне апарып жүктеген. Соның ішінде денсаулық сақтау мекемелеріне кісесін беруге болмайды, және метрополитендерге дейді. Ол қазір сақталып отырған жоқ. Қандай істер атқарғанын мен кейін бір айта жатармын. Пікірімнің соңында Ақмола облысының, Ақмола деп қашанға атала берек азаматтарым. Ақмолалықтар, біз Ақмолалықпыз деп сіздің жаңа Қазақстан құрып жатқан кезіңізде де атала бермек пе деген пікірімді білдірсем деймін. Қырғызстанның президенті Алмазбек Атамбаев деген болды. Оны жақсы білесіз. Сол бірде теле хабарда қазақтарды о баста Шыңғыс ұрпақтары дегендер, төрелер биледі деді. Мен сізге айтсам, тарихшы ретінде қазақ елін тұңғыш рет билеген осы Ниязби болды. Бұл Ниязби дегеннің қабірі қай жерде, соған тоқталайын. Мынау сурет өзіңіз көріп отырасыз, біздің туды тіккен Рахымжан Қошқарбаевтың суреті. Осы кісінің, Рахымжан Қошқарбаев, жеңіс жалауы 1978 жылы жарыққа шыққан кітабы бар. Сода осы Ниязби деген кісіге қай жерде өте жақсы анық баяндайды. Туған жер дейді, өскен жерде осы өңірді мақтайсыз отырасыз. Ал бұл соншалықты жақсы болса, аты неге нашар, Ақмола деп қойғаны несі дейді. Балам, бұл қала алғаш салынғанда Қараөткел аталыпты деп бастады әкім әңгімесін. Бұрынырақта сонау Торғай жағының Нияз деген бір байы жазда Есіл жағасын, осынау Қараөткел өңірін жайлағанын айтып жүруші еді көне көздер. Сол Нияз бай Қараөткелде қайтыс болыпты. Қатты ауырып, төсек тартып жатқан бай балаларын шақырып алып,
сендер Қараөткелден шыға берістегі жаңғыз дөңді жақсы білесіңдер. Егер мен олай бұлай болып кетсем, денемді сол дөң үстіне қойыңдар да, қызыл қоздан ақ қайрақ тасты жеткенше тастып, басыма мола салыңдар. Үзікті кез үй сияқтандырып, дөңгелетіп өргізіңдер. Ұшар басы биік болсын, алыстан көзге түссе өткен кеткеннің дұғасы тиер деп ниет айттымыз деседі. Балалары әкесінің осы өсиетін орындап, ақ қайрақ тастан Қараөткел дөңгесінің үстіне шошақ мола тұрғызыпты. Содан бұлай жүргіншілер бұрынғыдай Қараөткелден келді демей, ақ мола тұсынан келдік дегенде жайтатын болыпты. Осыдан барып Қараөткел аты ұмытыла бастапты да, ол бірте-бірте Ақмола аталды. Міне қала атының өзгеру осыдан дейді. Бұл бір дерек па? Бұл бір дерек. Манаш Қозыбаев деген біздің бір ұлы ғалымымыз болды. Тарихшы. Тарих институтын көп жылдар басқарды бұл кісі. Қазақ СССР ғылым академиясының академигі болатын. Сол кісі жауға шаптым ту байлап деген 1994 жылы шыққан кітабының 368 бетінде былай дейді. Нияз Тілеуұлы ұлы өз заманда Абылай ханның бас билерінің бірі болды. Тапқырлығы мен әділдігіне тәнті болған Абылай оны хан дәрежесінде ұстап, өзі жорықтарда болған кезінде бар жауапкершілікті сен тапсырды дейді. Екінші бір кісі Барақұлы, Қазақ ұлттық энциклопедиясы 7-ші том, Алматы 2005 жылы. Барақұлы деген кісі айтады, Абылай ханның бас билерінің бірі, тапқырлығы мен көріпкелдігіне риза болған Абылай Нияз би талантын жоғары бағалаған, би өмірінің көпшілігін Қараөткелде, Көкшетау өңірінде өткізген. Зерттеушілер қазір Нұрсұлтан атауының тарихын Нияз би қабірінің басына орнатқан Ақмоламен байланыстырады дейді. Бұл екі кісі тарихи. Енді Қазақ Совет энциклопедиясының, Кеңес энциклопедиясының 63-ші бетінде Абылай ханның бас билерінің бірі, ұзын қыпшақтың алтыс тарабында шыққан тапқырлығымен әділдігіне риза болған Абылай Нияз би талантын жоғары бағалаған. Би өмірінің көпшілігін Қараөткелде, Көкшетау өңірінде өткізген. Зерттеушілер Ақмола қазіргі Астана атауының тарихын Нияз би қабірінің басына орнатылған Ақмоламен байланыстырады дейді. Ендігі бір мәселе, мен тарихшы болғаннан кейін осы мәселеге ерекше ден қойдым. Сөйтіп, омбының архивінде де апталап отырған күндерім болды. Мынау бір кісі, Катанаев Георгий Ефремович дейді. 1848 жылы туылып, 1921 жылы осы беріректе туылады. Генерал-лейтенант, историк краевед, уроженец станицы Атбасар дейді. Біздің Атбасардың кісісі. Осының өзі Колчактың кеңсесінің меңгерушісі екен. Негізгі мамандығы тарихшы болса керек. Сол кісі былай деп жазады. В 1868 году образована Акмолинская область. В Акмолинскую область вошло 5 уездов. Омский, Петропавловский, Кокшетавский, Атбасарский, Акмолинский. Центром Акмолинской области утвержден герб Акмолинска. Для Акмолинской области был утвержден специальный герб. На зеленом поле щита казахский надмогильник бия уезда Нияз Тілеуұлы с полумесяцем дейді. Сол жерде тағы айтады, Ақмола означает белая могила.
Именно этот символ и был включен в герб области. Историческая справка фонду 366, личный фонд генерал-лейтенанта историка Сибирского казачьих войск Катанаева, единица хранения 488 1657 19 жылдардың Омский областной краеведческий центр дейді. Мынау содан шықты. Осы мәселені мен 3 газетте жарияладым. Мынау облыстық, Ақмола облыстық газеті, Арқа Ажар деген газет. Арқа Ажар деген газет. Мына бір газетті біздің осы Алматыдан шығатын Қазақ деген газет бар. Мінекей соған бір бетті арнадым. Бір бетті арнадым. Нияз бидің есімі елеме деген. Бұл оның бер жағында тағы бір газет, ұлыларды ұлықтау парызымыз дейді. Қысқасы 3 газетте егжей-тегжейлі баяндадым. Енді осы мәселеде мен не айтып отырмын? 2013 жылы, мен жаңағы Нияз бидің ақ моласы деді ғой. Бұл Омбы қаласының 1868 жылғы гербіне. Осы мынау герб соған арналған. Мынау герб Ақмола қаласының гербі болған. Ақмоласының алғашқы гербі мынау екеуі. 1868 жылы бекітілді. Ол Ақмола қаласын қазір басқаша атап атадық. Өзіңіз оны жақсы білесіз. Мынау Ақмола облысының алғашқы гербі еді. Бұл облыстың 1868 жылы 5.06.1878 жылы белгіленген екен. Мен жаңа әңгіме басында YouTube'да 5800 адам көріп, 2200 кісі лайк қойып, мынауыңыз керемет. Бұны қалай қылғанда да президентке жеткізіңіз дейді. Өйткені бұны сіз Лесная Поляна деген шағын бөлігін алабын. Мен бұл жерде сізге айтып отырғаным жоқ. Ақмоланың атын өзгерту керек, Қосшының атын өзгерту керек деп. Қосшы туралы мен жаңағы жерде жақсы айтамын. Осы Лесная Поляна мына оқыған кісілер, мінекей 350-ге жоқ көзі тірі кісілер. Бұның ішінде адвокаттар, бұның ішінде жазушылар, сол Қосшы қаласында тұратын. Көпшілігі Қытайдан келген кедей біздей рулар. 350-ге кісі мінекей. 350 кісі. Осыған қол қойып берді маған. Мінекей. Осылар маған телефон соғуда. Енді осыны бұл өзі бұл маңат. Мынау Ақмола жаңағы жоғары жақта Ақмола қаласының көрінісі. Мына жерде жаңа айтып кетті ғой, ұруға Қыпшақ деп. Мынау Тайтөбеден жоғары, Қосшыдан жоғары бірнеше гектар жерді алып атқан Қыпшақтардың моласы. Зиярат ететін орындары. Ал енді мен айтып осы жерге мына кісінің бұрынғы өзінің кесенесінің орнына ұрпақтарының санына жету қиын. 2000-нан астам кісі осы Нияздық дейді. Өзімізді Нияздық деп санаймыз дейді. Солардың күшімен жеке кісілердің, сол ақмолалық, осы астаналық кісілердің қаражатының бойынша керемет жақсы еңселі ескерткіш орнатылды. Кесене орнатылды. Ол кесенесі Тайтөбеден де көрініп тұрар,
Қосшыдан да көрініп тұр. Енді осыны біз әдепкіде 1923 жылы осыны 23 жылы жаңағы мектепте, орта мектепте, Қосшы қаласының нөмірі 2-ші мектебіндегі орта мектебі бар екен. Сол орта мектепте 250-300-ге жуық кісілер жаңағы осы Қосшыға ат береміз деген мәселе бойынша жиналды. Бас қостық. Мені Алматыдан арнайы шақырды. Мен арнайы барып соған қатынастым. Сонда мен сізге айтайын, сол елдің ардагерлер кеңесінің төрағасым деген Әбілқайыр деген кісі бар екен. Сол жаңа қаланың әкімдеріне келіп дүрт салады ғой. Сендер өсе не істеп отырсыңдар? Анау алматылық тарихшының айтқаны бойынша сендер көшені атап қойғансыңдар ма? Мына орыстар көтеріліп жатыр. Орыстар орда бір 10-15 үй бар ма, жоқ па? Сендер ол Ниязби деген бұл маңайда болған емес. Бұл Темештіктер деген жері, Қыпшақтар деген бұл жақта маңайдаған емес деп. Бет бақтырмай ел-елді сол Тайтөбені Қосшыны түгіл ардатып шығады ғой. Орда біраз Қосшылар руы Қыпшақтарды солардың үйіне дейін кіріп шығады ғой. Ойбай, не қыласыздар? Алматыдан бір жазушымыз деген біреудің жаңағы ұсынысы бойынша сол Ниязбеге береді екен. Анау айтады, жоқ, Ниязбеге бермейміз, Рахымжанға Қошқарбаевқа береміз. Не болса да сол Рахымжан Қошқарбаев сол елде өмір сүрген, сол жерде мектепте оқыған, Қосшы қаласында, Қосшы ауылында. Қосшы деген сөз жаңағы мына сізге көрсетіп отырған сурет анау ар жағында Астана қаласы көріп тұрған. Қыпшақтардың зираты болатын болса, сол жердегі бай кісілердің, оның ішінде осы Ниязбидің малын баққан шағын ғана бір үйлердің атында сол Қосшы деген сөз бүгінге дейін аталып келіп отыр. Мен оны өткен жолы 30 баламасын айттым. Енді сіздің жаңа заман құрып отырған заманда енді Қосшы деп аталып тұра беруі, ол енді үлкен ұят мәселе. Ол күннен күнге жаңадан ғимараттар салынып, көшелер түзіліп, үй жатыр. Мына жаңа Қосшы өз алдына, әкімдік сол жаңағы Лесная Поляна деген жерге орналасқан. Енді сол жолы 62 кісі жаңағы кімнің ардагерлер кеңесінің төрағасы Әбілқайыр дегеннің жинап келген адамдар бойынша 62 кісі дауыс берді. Ал енді мені танымайтын, білмейтін, бұрын көрмеген, мына бір мақалаларды оқығаны бар, оқымағандар бар. 52 адам соның жаңағы дауыс берді. Соның артынша мен осы мәселені көтеріп, жаңағы ономастика комиссиясына жаздым. Олар сарқырама деген болмайды. Ол президенттің, сіздің жеке бақылауыңызда күннен күнге өрбіп келе жатқан қала. Бұған ол кісі айтып отыр ғой, тарихи тұлғалар деп. Сіз өте жақсы аттауып отырсыз. Сол жердің тұрғыны, сол жерді билеген кісі де сол күні бүгінге дейін бұлталақтап, мен жақында бір хат жіберсем, енді бұдан былай қарай кісі иесі
кісі иесі қалаларға берілмейді депті. Көкетай-ау, сіз мына біздің тыныш жатқан Қапшағайды Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевтың атына атап еңіз, қазір келіп көріңізші сол жерде. Қандай өзгерді? Үлкен қалаға айналды. Барлық өкімет орындар соға орналасты. Қазір жұрттың бәрі солай қарай үй алып жатыр, үй салып жатыр. Қандай жамет болды? Біздің елде Сәтбаевтың атында көше бар, қала бар. Сәтбаев сияқты кісілердің, Қонаев сияқты кісілердің күні кеше мынау өте бір дұрыс шешім болды. Астананың университетін жаңа ұстанымда емдеу мекемелері метрополитендерге кісесін берілмейді деген қарамастан, соның артынша мынау 2004 жылы мекен бір метрополитенге, метроға Бауыржан Момышұлына аты берілді. Ал енді кеше жақында сіз кезінде 12 жылға жуық Қазақстанның денсаулық сақтау министрі болған, әрі сол қызметті атқарып Қазақстан жоғарғы кеңесінің депутаты болған Төрегелді Шармановтың атына ататтыңыз. Төрегелді Шарманов деген кісінің қолында мен ұсталдым. Медицина музейі деген музейі болды. Сол медицина музейінде ертеректегі орта ғасырлы халықтық медицинасына 40-50-ден астам жаңағы экспонаттар жинадым. Ол бірнеше кітаптарға, Шармановтың өз кітаптарына, менің кітаптарыма мына ішінде кірді. Ал енді ол кісі бәрін жинап қойғанда, мен білетінім, ең ұзақ министр болып істеген сол кісі. Қонаевтың кезінде. Ал енді Назарбаевтың кезінде қанша министр ауысқанын, оны жақсы білесіз. Бүкіл ел біледі. 12 жылда ол кісі шыңы осы Қазақстанда бүкіл ВОЗ деген ұйымдастырып 1978 жылы сентябрь айында бүкіл әлемге танытты. Сонау ақш-тан Кеннеди деген сенаторлар, Индияның премьер-министрі, президенті, Болгария, Чехословакия, бүкіл социалистік елдердің, мына Өзбекстанның министрлері, өзге республиканың министрлері келіп, осында бірнеше күн бас қосты. Қазақ елінің медицинасының қандай дәрежеге жеткенін айтып жеткізді елге. Медицинаның, демекші, мен бір сөзді айта кетейін. Мынау кітаптардың ішінде 13 том қазақтың халықтық медицинасының ғылыми көкжиектері, қалғандары анау жатыр. 13 том. Мұхтар Әлиевтің басшылығымен жарық көрді. Соның мен сол 13 томнан бір том жарыққа шығарайын деп отырмын. Өз күшіммен. Сосын оны біреулер айтып отыр, оны көбейтіп шығаруға болады, бірақ оған соған тұратын болса деп. Ол тұратын нәрсе. Онда мен не айтпақпын? Мына кітаптардың ішінде, мынау қазақтың медицина тарихына қатысты маңызды деректер, қазақтың халық медицинасының ғылыми көкжиектері, медицинаның қазақ жерде орта ғасырда, одан кейінгі жылдарда, алғашқы совет өкіметі орнаған кезде, одан кейінгі 21-ші, 25-ші жылдары, 30-ші, 40-ші жылдар, ұлы отан соғысы жылдардағы денсаулық сақтау министрлігінің наркомздрав деген басшыларының жаңағы еткен еңбегі медицинаның тарихи даму баяндалады. Мен сізге айтайын, 1930 жылы наркомздравтың орынбасары Манзин деген кісі мынау Қызылордада лепрозорий деген болған. Республикалық лепрозорий алапестерді емдейтін. Соның бастығы Табангереев деген кісіні премьер Сапагами дейді ғой. 38 жылы, мына кітаптың ішінде тұр. 38 жылы, 1938 жылы наркомздравтың төрағасы
одақтық одақтық жаңағы съезд здравоотдел дегенді шақырып 10 премияны тағайындайды. Бірінші, екінші премиясы ол марксизм, ленинизм 38 жыл ғой, 37 жылы. Ілімдерін туралы кітаптар, микроскоп, тіпті халат, соңына келе двухколесный, трехколесный велосипед, зингер машина дейді. Қазір сіз осы елдегі денсаулық сақтау министрінің шақырып алып, сен бір керемет жақсы істеп жүрсің, мынаудай машина мына десең, ешкім оған таңғалмайды. Ал ол сол кездерден. Ал енді біздің алғашқы мынау өзіміздің денсаулықты жырлаған кісілеріміз болған. Сәкен Сейфуллиндің тұңғыш мақаласы Омская центральная фельдшерская школа деп аталады. Осындай дәрселерден мен бір кітап шығарып, оны Мұхтар Әлиев Өтеген Әбдіраман деген атпен жарыққа шығарым деп отырмын. Оны да сол қаржы жағынан біз қарастырамыз. Кітабыңыз жақсы шығатынына сенімдіміз деп отыр. Мен өзім бір айта кетейін. Қазақтың ұлы дала төсіне жүргізілген тарихи шойын жолдарға қатысты мұрағаттық деректер. Мынау кітапты мен қолыма алған кезде, мен сізге айтайын. Бұны кім енді жаңағы қаржыландырады ғой. Мынау Асқар Маминнің атынан мен өзім осыған алғы сөз жазып шықтым. Алғы сөз жазып бір бет. Бұл премьер-министрдің орынбасары еді. Ол қалай орынбасар болды? Мен осы кітапты бастадым. Өйткені мына біздің Орынбор, Ташкент, Түркістан, Сібір, Мойынты, Шу темір жолдарының тарихы жөнінде 7 том кітап жатыр ана жерде. Соның жиынтығы мына жерде. Қазақтың ұлы дала төсіне жүргізілген тарихи шойындарға қатысты мұрағаттық деректер. Міне Маминнің кезінде мен осыны бастадым. 1 бет, 2 бет, 3 бет, 4 бет, 5 бет, 6 бет, 7 бет, 8 бет. Мінекей. Асқар Мамин Қазақстан темір жол ұқының 2008-2010 жылдардағы президенті. А мынаның ішінде мен сізге айтайын. Мінекей генерал Безносиков дегеннің Киргизский степи деген бір жазба дерегін мен Ташкентте отырып 1 апта көшірдім. Кәдімгі общий тетрадь еді ғой, сондайға жазған екен. Осыны мынаның ішінде айтуына қарағанда темір жолды салуымыз керек. 1901-7 жылдары. Оны Қазақстаннан өткізіп Өзбекстанға дейін апару керек. Сол мемлекеттердің барлық байлығын Ресейге жеткізуіміз керек. Әскерде төгуіміз керек. Мәңгі бақи сол елдерде орнауымыз керек деген ғой. Қазалдың мына біздің Қазал қаласында 1000 адамдық церковьтер салған. Бұдан басқа да сондай үлкен церковьтер салған. Олар ойлаған, біз өмір бақи осы қазақ елін, солар осы мына қазіргі біздің қала салу, дала салу осы темір жолдан басталған. Енді осы кітапты мен жарыққа шығарайын. Ол кезде мынау жаңағы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың отырған кезі, сыртына сол кісінің жаңағы қоңырау соқтырғанын салдым. Содан кейін Асқар Маминнің кітабын салдым. Бұл екеуі де мынау кітап біткен кезде, екеуі де орнын босатқан адамдар. Қазақстан темір жолының басшыларына осы кітапты ит жеген тердей қып, жартысы өртеніп, жартысы тегін кетіп, ең ақырғысында осыны мен жаңағы
өзімнің қаражатымды төктім десем болады. Ендігі бір айтайын дегенім, мынау жаңағы Ниязбиді не істейміз? Мен Ниязбиді сізге Ақмоланың атын өзгертіңіз, Ниязби қойыңыз, Қосшының атын өзгертіңіз, Ниязби қойыңыз деп отқан жоқпын. Лесная полянаны, сол Лесная полянаны күні кешеге дейін мынау қазіргі басқарып отырған генерал-лейтенант кісіге дейінгі барлық 2013 жылдан бергі басшыларына, бірінші хатшыларына, төрағаларына кіріп шықтым, облыстың. Бәрі қолдадым. Сондағы танитын, мен білетін журналистер, сонда тұрып атқан кісілер, мынауыңыз өте масқара болдық қой, бұл қашанғы біз Ақмола болып аталамыз. Молада тұрып жатып дегеніміз жұртқа айтуға ұят дейді. Ал енді соны жаңағылар кеше жақында хат жазып жіберсем, қаланың аты берілмейді дейді. Ал енді қаланың аты берілмесе, уақытысында 52 дауыс алған адам сол кезде қала бере ме? Мен ондай болатын болса, сол кездердегі жігіттерді, сол кездердегі жаңағы басқарып отырған кісілерді мен сотқа берем. Және оны жеңіп шығатыны көзім жетеді, білімім жетеді. Сондықтан қазақ елін, мен жаңа айтып кеттім ғой, жерде тұңғыш рет ұлт өкілі басқарды десе, осы Ниязби. Білдіңіз ба? Ал енді бір кісілер айтып қалды, өтеге бұның біз керемет, бірақ бұл елдің менталитеті бөлек қой дейді. Ол бөлек қой дегені сол жерде қыпшақтар тұрмайды дейді. Қыпшақтар тұрмаса, мына жердегі гектарлап жатқан мынаулар қайда келді? Мыналар сіңіп кеткен жоқ қой, мыналар. Сондықтан осы мәселені сіздің өзіңіз жеке шешкеніңізді мен осының зерттеуші ретінде 5000 адам қарап, 2500 адам сізге жеткізіңіз деп өтінішіне байланысты Ниязбидің аруағы сізге жар болсын. Ниязбидің аруағы жар болсын. Ресейдің Ниязбидің өзі түкіл қабырдың өзіне 5 қанат адаған кісіге біз соны қимай бұлталақтап отырғанымыз ол жараспайды. Осы мәселеге сіз мән береді, нүкте қояды деген сенімдемін. Осыны да сізге жеткізгеніме бүгін өзіме үлкен міндет деп айтып. Сосын тарихшы ретінде тағы бір нем бар, сонда айта кетейін. Тарихшы ретінде. Бұл тарихшы ретінде айта кетсем, мынау Петропавл мен Павлодарды қазақшаға ауыстыра алмай жүрміз. Ол әрбір қазақтың батат деймін, оның ішінде сізде барсыз ғой. Ал енді Петропавл, соны бір кісі сақалы бар, телевизордан күнде шығады, Қызылжар деп ата дейді. Осы Петропавл қаласында мен тарихшы ретінде бір пікірімді сізге жеткізсем деймін. Бұл Ниязбиден бөлек. Сол жерде Абылай ханның ставкасы бар дейді. Мен өз басым көргенім жоқ. Сондай ставкасы бар екенін суреттен де, сосын ютубтан да, содан телевизорда көріп тұрмын. Біз сіздің басқаруыңызбен, елдің басқаруымен, бүкіл ел бір ортақ пікірге келіп Петропавл жөнінде. Абылай ханның ставкасы бар қаланы неге Абылай ханның атын атамаймыз? Неге атамаймыз? Сол кезде Ресейіңіз де, қазақ халқы да
риза болатынын сізге мен куәмін. Көзім жетеді. Мен сізге жеткізейін дегенім біріншіден жаңағы 2200 кісінің лай қойылған 350-ге жоқ қаланың тұрғындарының жазбаша берген түсінігі бойынша қалайда да Лесная Полянаға жаңа мынау Қосшы қаласының жаңа алабына Нияз бидің Абылай ханның бас билерінің бірі болған қазақ ретінде басқарған Нияз бидің аты беріледі деген сенімдемін. Нияз бидің аруағы сізге жар болсын.